Мен бастауыш сынып мұғалімі Нұржан Аманбекқызы сіздерді 25 қазан Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жарқырап жайнай берші азаттығы, көрінер күн көзіне ғажаптығы. Республика күнімен құттықтаймын, өйткені ол ұлт күні, қазақ күні. Бұл челленджімді бастауыш сынып мұғалімі Айсұлу Саятқызына жолдаймын. Бастауыш сынып мұғалімі Қуанышева Айсұлу Саятқызы, бастауыш сынып мұғалімі Аманбек Нұржаннан осы челленджді қабыл алдым. Бақытты болып жүргенін, сенің арқан ұлытан, елім менің тірегім, құшағымда гүл атам. Соғысынан арайлы, күліп атқан құбылар, сенен бақыт тарайды, баршамызға ұлатам. Сарқылмайтын құшағым, тілегімсің сен отан, мәңгі соғып тұратын, жүрегімсің сен отан. Осы челленджді ағылшын пәні мұғалімі Маржан Беркұлынаға жолдаймын. Мен ағылшын тілі пәні мұғалімі Аманбаева Маржан осы челленджді бастауыш сынып мұғалімі Қуанышбай Айсұлудан қабыл алдым. Туған жер, ата қоныс, ата мекен, бауыры талай жанға болған мекен, әр ұлттың басын қосқан бір арнаға, қазақ елі ұлы ел менің өлкем. Жері кең Сахарадай неткен көркем, әлемде 9 санын мекен еткен, мұнайлы алтын күміс жер қойнауы, мен осы өз өлкемді мақтан етем. Осы челленджді тарих пәні мұғалімі Канафин Медет Ермекұлына жолдаймын. Мен Канафин Медет Ермекұлы, тарих пәні мұғалімі, бұл челленджді Аманбаева Маржан Беркұлынадан ағылшын пәні мұғалімінен қабылдадым. Шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ол шетімен, бұл шетіне жүгірсе, шаршайсың ба, құмарың бір қанама. Буадариға алтын бесік туған жер, қадіріңді келсе